Ағасы, неге жылайсыз? А? Жаным ауырғанда жылайсыз. Осы уақытқа дейін енді бір тағдырдың тәлкегіне ұшыраған шығарсыз. Қайырлы кеш болсын. Жетісу облысы Талдықорған қаласы әлеуметтік бейімдеу орталығына келіп тұрмын. Бұл жерге келуімнің себебі кеше ғана Көксу ауданы орталық ауруханасына екі участковый полицияның көмегімен жеткізілген Рүстем есімді мырзаның тағдыры жайлы. Яғни ол кісі бірінші степен ожог, қараусыз қалған көшеде бомж күйге айналған азаматтың екінші күндік өмірі не болды деген сұрақ еді. Қазіргі таңда әлеуметтік бейімдеу орталығына келіп, бұл кісілердің қызметтерімен танысып, бұл жердегі, яғни көмек алып жатқан адамдардың тағдыры туралы мен біліп қайттым. Қызметкерлер бар, кешегі полиция, көрдіңіз бе? Ол кісілерге не айтасыз? Неге рахмет айтасыз? Дұрыс айтасыз. Яғни кешегі Талғат мырза мен Серік мырза болмаса, Көксу аудандық учаскелік полиция қызметкерлері сіз бұл жерге түспеген болар едіңіз. Бұл мекеме туралы бұрын білдіңіз бе? Білген жоқсыз. Енді бұл сізге Алладан келіп жатқан бір жақсы жетістіктері, Алланың сізге беріп жатқан нығметі, ішкілікті тоқтатып, өз-өзіңізге бұл жерде жаңа мен басшылығымен кездесіп, ішіндегі қызметкерлермен, психологтар бар екен, психологпен ішіңіздегі барлығын айтып шығарыңыз. Яғни аяққа тұруға тырысыңыз. Сіздің еңбегі қай кезде көрінеді, сіз қалыпты өмірге қосылған уақытта ғана көрінеді. Яғни бұл жерде науқастарға 7 бағыттағы қызмет көрсетіледі. Соның бірі медициналық қызметке қарастырылған. Құжаты жоқ адамдарға құжат дайындатып, екінші группа және бірінші топ мүгедектігі бар адамдарды арнайы кеңселердегі қарттар үйіне өткізіліп, барлық жағдай қарастырылған. Кезекті операциялар мұқтаж болған адамдарға ол жағда жоғары деңгейде орын алып қызметтер іске асырылып жатыр. Добрый вечер. Қайсыздар? Как у вас дела? Арман Серікұлы, медицинский блогер. Осылай приехал с Алматы. Әлеуметтік бейімдеу орталығының директоры Сұлтанмұрат мырзамен арнайы танысып, кеңес құрап, әңгіме жүргізіп. Ол кісінің өзі қызметкерлерін тәрбиелеген кезіндегі кездесу барысындағы әңгіменің ең қызық ұнағаны, бізге келген әрбір азамат Алланың сүйікті құлы, біз ол кісілерге жоғарғы деңгейде қызмет көрсетсек, Алланың разылығын аламыз деген аузында Алласы бар басшылық осындай мекемеде қызмет еткенде, біздің далада қалған азаматтарымыздың болашағы үшін алаңдамаймыз. Яғни тағдырдың талқысына түскен әрбір азамат осы жерден өздеріне уақытша үй паналайды. Яғни қазіргі таңда әлеуметтік қызметкер Самат мырзамен осы мекемені аралап таныстық. Самат мырза, қазіргі таңда сіздерге қоғамда қаза тапқысы қалған адамдардың саны күннен күнге артады ма, әлде